Амансыздарма? Аллага шүкүр. Могжиза Кайрымкортуна рахмет. Осы халыкка көмөктескен баары инсанга рахмет. Менен кайтпаса да Алладан кайтсын. Мыңдан мың рахмет. Түс көргөндөй болуп атырмын, үйүмдү көрүп. Алдын кандай эди, азыр кандай болуп калды. Сиздерге рахмет. Аллага шүкүр. Осундай үйүм бүткениге, сиздерди баарыңыздарга шүкүр. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін міне өте қуанышты, сүйінші хабар. Осы 20-25 күн бұрын өздеріңізге осы әпкеміздің мұқтаждығын бөліскен болатынбыз. Міне Алланың қалауыменен осы 25 күннің ішінде осы үй міне ашылу болып жатыр. Өте әпкеміз қатты қуану үстінде. Баршаңыз Аллах Тағала разы болсын. Сіздерге үлкен рахметін айтып жатыр. Міне бұл деген енді өте қуанышты нәрсе. Енді бұған атсалып жатқан әрине бірінші Алланың қалауыменен, одан кейін атсалып жатқан сіздерге Аллах Тағала разы болсын. Аллах Тағала өмірлеріңізге берекет берсін, иншалла. Кәсіптеріңізге берекет берсін. Және де Мұғжиза қайырымдылық қорының енді бұл менен тоқтап қалмай, алдағы мақсатымыз осындай кем қамтылған үйлерді ретке келтіріп, және де үйі жоқ отбасыларға үй соғып беру, иншалла. Баспананы жаңадан құрылысын істеткізіп, атсалысып біткен жайы бар. Соның бірге болып біз бір қуанышқа келіп отырып, енді осы Мұғжиза қорына айтатынымыз ары қарай жалғасын тауып, бізді өз тарапымыздан атсалысып, қоғамға ел болып бірігіп, ауызбіршілікпен осыны үлкен дәрежеге жете берейік. Қорған елді мекенінде осы Мұғжиза қорының қолдауымен тағы да бір үйдің күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі іс-шараға қолдау көрсетіп жатқан мынау аудан бас имамына және Мәуліт мешітінің имамы Үсен бауырымызға және мына Мұғжиза қорының мүшелеріне алғысымыз шексіз. Ол кісілерге Алланың нұры жаусын, дендері сау болсын, отбасылары аман болсын, тек жақсылық болсын дейміз. Мінекей балаларыңыз, кішкентай немерелеріңіз бұлар. Осы діни сауаты бар, имандылығы бар, өздерінше ниет қылып, керемет Мұғжиза. Бұл адамның ақыл парасатына сыймайтын дүние деген сөз ол. Ол тек қана пайғамбарларда берілген Алланың құдіреті ол. Сондай бір нәрсені өздерінше ниет қылып алып, осындай бір қор құрып, мінекей қайырымдылық іс-шараны сіздерден бастаған екен. Айналайындар, бақытты болыңдар. Аллах Тағала екі дүниелеріңді берсін. Аллах Тағала осы әрбір тиындап, осы сіздердің қорларыңызға жұрттар көмек беріп жатқан болса, мінекей берілсін. Ертеңгі күні бала шағасы осындай елге жұртқа көмектесе алатын жағдайға жетсін. Аллаху акбар. वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह बादशाह